Дәл қазіргі кезде трендте болып жатқан осындай салқын кофені жасаймыз. Дәмі деген өте ерекше болып шығады. Күннің ыстығында таптырмас сусынның бірі, міндетті түрде жасап көріңіздер. Бірге жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараймыз. Өте ерекше болып шығады. Дәмі деген керемет. Бізге ол үшін 2 ас қасық кофемізді ыдысымызға саламыз. Және де 3 ас қасық қант қосамыз. Және де қайнап суытылған суымызды қосамыз. Және де миксерлейміз. Видеоны қарамас бұрын менің арнама тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Менің каналымда өте көптеген пайдалы рецепттер бар. Міне бізде осылай көпірши бастайды. Өзіме қатты ұнады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Неге бізде көпіршіктері пайда болып, көлемі үлкейіп жатыр. Массамыз осылай ағарып, пенка болғанша миксерлеп аламыз. Мінекей осылай сызықтары шығатын болады. Ал енді ыдысымызға мұзымызды саламыз. Менде осындай әріптердің формасы болғандықтан осы ыдысқа мұздарды қатырып алдым. Мұзды көбірек салсаңыздар, салқындығы өте жақсы болады. Және де осы кофемізді салып аламыз. Дәл осы құраммен бізде 3 порциясы шығады. Және де сүтімізді құямыз. Түтікшелерімізді салып аламыз. Өте ерекше әрі керемет сусынымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер.